Баукеспе келіншектің тағдыры. Жалғасы. Халайық, бір сәтке тынышталыңыздар, деген әкім қолын жоғары көтерді. Құрметті ауылдастар, маған бір тың ой келді. Мынау ортамызға келіп қосылған отбасыда мал жоқ, не жұмыс жоқ. Ауылда дайын тұрған жұмыс болса да жоқ. Менің ойым монша салайық. Асарлатуда тәжірибеміз бар. Ауылға монша қажет қой. Қажет. Сол моншаны жағып, ысытып, жуып шаю жұмыстарын қалдығызға тапсырсақ, деді. Әкім дұрыс айтады, ауылымыз моншасыз күн көшуде, деді бір жігіт. Әкім болған соң басы істейді де, мәледес, деді әкімнің бір құрдасы. Асарлатсақ моншаның да бір айда бітіреміз. Ұрыста тұрыс жоқ. Демекші, қашан бастаймыз, деп жиналғандар гуілдеп кетті. Қара күзге дейін асарлатып моншаны да бітірдік. Монша 2 бөлімнен тұрады. Бір күні моншаға түсіп, сыртта терімізді басамыз деп жүздетіп отырғанбыз. Жанымдағы бір жігіт, ауылымызға конократ қатынның келгені дұрыс болды, монша салып алдық, деп еді. Екіншісі, давай қалдығыз үшін, деп қолындағы кесесін көтеріп, ішіндегі арақты көмейіне төңкере салды. Алдымызда тіске басар ештеңе жоқ. Тост айтқан сері басындағы әбден тер сіңіп, майланып кеткен шәпкісін мұрнына басып ұзақ иіскеді. Мен закускасыз іше алмаймын деп, өзіме ұсынған кесе толы арақтан бас тарттым. Шіркін ая, өзің кісі болып қалыпсың ғой, қалдығызға жақсы атанғың келіп тұрау, деп дарақылана күлген құрдасыма жақтырмай қарадым да. Абайламай сөйлеген ауырмай өледі деуші еді, не деп оттап тұрсың, дедім. Әй Қапаш, сен айтшы, менің сөзімнің жаны бар ма жоқ па? Бұл соққан қалдығыз осы ауылға келгелі осы үйдің жанынан шықпайды. Өтірік пе? Ұры қатынға үй салып берейік деп Малдыбай шалға бірінші болып жүгіріп барған кім? Мен бе? Әрине сенсің. Міне содан бері күніге осы үйге бір соқпасаң, ішкен асың сіңбейтін секілді. Оны жалғыз мен емес, бүкіл ауыл біледі. Сен әлде бәрімізді соқыр дейсің бе? Деп Қалкен шындап барады. Мен сені қалжыңдап отыр десем, шындап барасың ғой, жап аузыңды сұмырай, әйтпесе қазір, дедім аушуға булығып. Әйтпесе не істейсің? Шауып аласың ба? Кеңірдегіңді суырып аламын. Қалкен, дүкенші Тәліптің інісі ғой, ағасының 2 биесі алып кеткен қалдығызға ызаланып ылғи тісін қайрайды да жүреді. Қолыңнан келсе суырасың. Мықты болсаң баста, маған да сол керек. Сол шайқас болып біреуіміз мерт болсақ дұрыс болар еді. Тергеу тексеру басталса, кімнің кім екені анықталар еді. Сен де сау сүйірдің боқ емессің. Қарақшы қатынмен сыбайлассың. Тәліп көкемнің қос биесін сыбайласыңа шығарып берген сенсің. Осы қатынмен сыбайлас болмасаң, неге бір бүйрегің бұрып тұрады? Сен қарақшы қатынмен сыбайлас көңілдессің, деген кезде орнымнан атып тұрып тұмсығын бір-ақ соқтым. Ол шалқасынан түсті. Быттиған бетіне және бір соққы бермекші болып, үстіне қонжия кетіп едім. Қапаш арт жағымнан келіп, қапсыра құшақтап жібермей қойды. Бұл кезде мұрнынан қан тамшылаған Қалкен орнынан атып тұрды. Менің ашық қалған мұрныма енді оның күс-күс жұдырығы сарт ете қалды. Көз алдымда найзағай ойнап өтті. Есімді жиямын дегенше, анау егімнің астынан періп қалды. Қапаш екеуміз бірдей шалқамыздан түстік. Жалма-жан атып тұрдым да, атаңа нәлет, сенің кесіріңнен соққы жедім, деп жығылып жатқан Қапаштың аузынан бір ұрдым. Арашаға бір шаршы деген рас екен. Екі ортада Қапаш таяқ жеді. Қалкен екеуміз алысып жүрміз. Бір-бірімізді тебеміз, баспен ұрамыз. Бет-аузымыз қызыл ала қан. Бірің өліп, бірің қал. Қай жеңгенің менікі, деп Қапаш анадай жерде жүрелеп отыр, түкіріп қояды. Оның да аузы қанапты. Үйінен жүгіріп шыққан қалдығыз жүр айқайлап. Ағалар, қойсаңыздаршы, сіздерге не болған, дейді шырылдап. Өрістен қайтқан малдың алдынан шыққан балашаға у-шу болып бізді қоршап алыпты. Қалкен екеуміз топыраққа әбден аунадық. Үстіміздегі киіміміз пора-пора болып жыртылып таусылуға айналды. Бір кезде «Әй, көргенсіздер, кәне тоқтатыңдар» деген дауыс саңқ ете қалды. Жалт қарасам, бұрын әдебиеттен сабақ берген ұстазымыз Зейнеттегі Қасымбек ағайымыз екен.
Ол келе сала қолындағы таяғымен әуелі менің жауырынымнан, одан соң Қалкеннің жауырынынан періп-періп қалды. Қызық көріп тұрған балалар ду күлді. Қасымбек ағай балаларға қарап, барыңдар түгел кетіңдер деп таяғын сермеп қуып салды да бізді шақырды. Басымыз салбырап тұр. Ата сақалдарың ауыздарыңды жапқанда бұл не масқара, дейді тістеніп. Мынау ғой айдаладағы қатынды қызғанып, дейді Қалкен. Әй, не деп былжырап тұрсың, деп ағай ала көзімен ананы ата қарады да маған қарап, сен не дейсің, деді. Ағай, ол оттап тұр, сөзімізге куә Қапаш, мынау маған ұрысың, Қалдықызбен сыбайлассың деп күйе жақты. Содан шыдамай бірінші қол жұмсадым, дедім. Ал Қапаш, сен айт, мына екеуінің қайсысы дұрыс айтып тұр? Қапаш қипақтап, ұрыстың басы боқ жеме дегендей, негізінде ерегісті бастаған Қалкен. Үшеуміз құрдаспыз, бірақ Қалкеннің жазықсыз жала жапқаны рас. Мынаның намысына тиетін сөздер айтты. Екі ортада бұларды ажыратамын деп өзім соққыға жығылдым. Қап, бала-шағадан ұят болды. Үйдегі келіндеріңіз естісе, енді талайға дейін басылмайтын әңгіменің арқауы болатын болды, деді күйініп. Қасымбек ағай ойланып тұрды да, әңгіме болмасын десең, бір тоқтыңды сой да, ауылдағы 5-6 қарияның басын қосып, мына екеуін шақырып, қол алыстырып жібер. Ой ағай, не деп тұрсыз? Бұл екеуі болмашыға төбелеседі де, мен таяқ жеймін. Солай бола тұра, мен мал сойып шақырамын ба? Тоқты түгілі тауықты соймаймын. Бұлар дәнігіп алып күніге төбелесетін шығар, деп Қапаш қолын бір сілтеді. Құрдасыммен татуластым. 2 күннен кейін Қапаш үйіне шақырды. Қариялардан ұялған болу керек. Оған дейін біздің үйде біраз дауыл болған. Әйелім ел шулап жүр. Сен Қалкен екеуің Қалдықызға таласып, қырғын төбелесіпсіңдер, дейді. Қанша ақталсам да сенетін емес. Қапаштың үйіне әйелімді ертіп бардым. Төбелестің мән жайын өз құлағымен естісін деген ой ғой. Татуласу кешіне көп адам шақырылмапты. 5-6 қария, әкім, учаскелік инспектор, біз және Қалдықыз ғана. Сөзді ауыл әкімі бастады. Жігіттер, мешкей деген жақсат емес. Қарадан қарап жүріп төбелесіп, ортамызға қосылған Қалдықызды сөзге қалдырыпсыңдар. Осы күні әйелдер емес еркектер өсек айтуға шебер болған ба қалай? Бұл өте ұят тірлік болды. Малдыбай атамыз өтініп еді ғой, Қалдығыздың сыртынан пыш-пыш әңгіме өрбітпеңдер деп. Ауылдағы суық әңгімені естіген соң, бұл қарындасымыз кеше үдере көшкелі жатқан жерінен тоқтаттым. Бұл сорлының суық жүрісін қайсың анық көрдіңдер? Көрсеңдер аямай бетіне айтыңдар. Мен өзім көшіріп жіберемін. Ондай дәлелдерің жоқ, көріп сезіп отырмын. Олай болса бұл адамға тыныштық беріңдер. Ал Қалкен, сенің аузың жеңіл, сондықтан ана құрдасыңнан кешірім сұрап қолын ал. Сен жас бала емессің. Енді әрбір сөзіңе есеппен қарайтын жасқа жеттің. Қалкен келіп маған қолын созды. Мен оны қапсыра құшақтадым. Міне сол кештен кейін мен Қалдықыздың үйіне мүлде жоламайтын болдым. Сырттай тілектес болып жүрмін. Қалдықыздың үлкен қызы Заттыбек пысық болып өсті. Оның баста көздеген мақсаты қоян өсіру екенін Қалдықыз айтып еді ғой. Бала сол мақсатына жетті. Мен тракторымды тырылдатып, ары-бері өткен сайын Заттыбектің тірлігіне көз қиығымды салып өтемін. Ол өзінің белінен келетін ор қазып, сол орға қоян жіберген көрінеді. Қояндарына шөп жұлып беріп жүргенін талай рет байқадым. Зымырап уақыт өтіп жатты. Заттыбектің қанша қоян асырағанын қайдан білейін. Бір күні моншаға шомылуға барғанмын. Қалкен құрдасым білегін сыбанып тастап қоян сойып жатыр екен. Ия, соғым шүйгін болсын, дедім құрдасыма мысқылдап. Айтқаның рас болса, тілің мен жағыңа сүйенбей, мынау Заттыбекке көмектес. Немене, қоянды жығуға шамаң жетпей қалған ба? Ой, соққан, сенің солай дейтініңді біліп едім. Қоянды союға емес, ұстауға көмектес деп тұрмын. Ұстау қиын ба? Олар ордың ішінде емес пе? Деп Затанның қоян асырайтын орнына үңілдім. Заттыбек ордың ішінде шоқиып отыр. Үсті басы шаң-шаң. Заттыбек, айналайын, не істеп отырсың? Дедім жоғарыдан төмен үңіліп. Тыс, үндемеңіз, дейді ақырын сыбырлап. Олардың іші шұрық тесік екен. Қояндардың істеген тірлігі екенін түсіндім. Мен де үн-түнсіз жүрелеп отыра қалдым. Бір
бір іннен мұрттары жыбырлап бір қоянның басы көрінді. Заттыбек қоянның құлағынан шап беріп ұстай алды. Сорлы қоян тыпырлап жанталасып, аяғымен баланы тепкілейді. «Көке, мынаны Қалкен көкеме беріңіз», деп қоянды маған берді. Мен қоянды ала бергенде, ана бәлекет аяғын сермеп қалғанда, тырнаға алақанымның сыртын осып жіберді. Қоян қолымнан шығып кетті де, ордың ішіне топ ете қалды. «Ой, көке», деген Заттыбек қоянның желкесінен басып, қайтадан қос құлағынан ұстады да, «Көке, өзім апарып берейін», деп ордан шықты. Менің қолымның сыртынан шып-шып қан шықты. «Бір қоянға шамасы келмеген сорлы», дейді құрдасым. «Затанау, қояның көп пе? Мына көкең нешеуінің терісін сыпырып тастаған өзі», дедім таңданып. «Сонау баста 4-еуін асыраған едім, қазір көбейіп кетті. Нешеу екенін білмеймін. Ұраның ішін кеулеп, ін қазып тастайды екен. Ұстауы қиын. Түнде індерінен шығып бұлақ басына дейін жайылып кетеді. Апам қояндарың көбейді ғой, біразын сой, терісін ал, етін жерміз деген соң, қоянды қалай соятынды білмей, жаңа Қалкен көкем моншаға келген екен. Қалкен көкемнен өтініп сұрадым». Осы кезде дорбасын иығына салып алған Қапаш келді. Дорбасындағы емен сыпыртқысы сорайып көрініп тұр. Ыстық буханаға кіріп, біраз шапалақтақпақшы ғой деп ойладым. «Оу, төңіректі қызыл ала қан қылып жатқан қай қасап десем, Қалкен сарбаз екен ғой», деп қарқылдап күлді. Менімен қол беріп амандасты да Қалкенге қарап, «Сенің майлы қолыңды алып жұғысты болсын дейін десем, соғымың арықтау екен», дейді. «Соғымды байлаған мен емес, Заттыбек мырза ғой». Бір кезде Қапаш ара шығып алғандай, «Ойбай, әй, деп ыршып барып Қалкеннің қолынан ұстай алды да, «Әй, бәрін бүлдіріпсің ғой», деді. «Нені бүлдіріппін, нені айтып тұрсың?» деген Қалкен аң-таң болып тұр. Мен ештеңеге түсінбей Қапашқа қарадым. «Әй, соққан-ау, қоянның терісін осылай сыпыра ма екен? Мына тері енді ештеңеге жарамайды. Ауысып қалғансың ба? Сойып жатқаның қой емес, қоян ғой, қоян. Қалай бауыздадың, көрсетші». «Қалай, кәдімгі малды бауыздағандай. Қоянымды бауыздап терісін сыпырып бер деп сенен кім сұранды, Заттыбек пе, қалдығыз ба?» «Қоянның қожайыны Заттыбек қой, сол өмірі мал бауыздап көрмеп едім» деп өтінген соң, «Мал бауыздап жүрген сенің тірлігің осы ма? Әй, қандай кемшілік көріп тұрсың? Жұмбақтамай соны айтсайшы», дедім Қалкен құрдасыма жаным ашып. «Екеуің де өмірі ештеңе көрмеген сорлысыңдар. Қолдарыңнан келмейтін іске неге араласасыңдар? Қоянды қой секілді бауыздамайды. Тамағын кертіп, өңешін тіліп қанын ағызады. Жаны толық шыққан кезде басын төмен қаратып асып қояды. Содан соң артқы шабын тіліп, төмен қарай терісін сыпырады. Терісін сыпырғанда қоянның бақайшығына бастап, бас терісіне дейін түгел терімен бірге алынады. Теріні теріс айналдырып, тұздап, қос шоқпен керіп кептіреді. Соғанда миларың жетпеген бе? Қайдан білейін, мені күніге қоян сойып жүр дейсің бе? Деп Бекен танауының астынан міңгірлеп, дөңке ағаштың үстіне отыра кетті. «Я, ағалар, амансыздар ма?» деген Қалдығызға бәріміз жалт қарадық. Шелек ұстаған Қалдығыз жанымызға келгенде Қапаш, «Айналайын қарындасым-ау, қазақта шымшық сойса да қасап сойсын деген сөз бар. Мына қасапты қайдан тапқансың? Қояндарыңды бауыздап бәрін быт-шытын шығарып қырып тастапты. Терісін түкке жарамайтын етіпті. Қойыңызшы, жылқы емес, бар болғаны қоян ғой», деген Қалдығыз күліп, бауыздалып терісі сыпырылған қояндарға қарады да, сол жымиған күйі баласына қарап, «Затан, неше қоян сойғансың?» деп сұрады. «Апа, 6. Жарайды, жетер, басқалары өсіп көбейе берсін. Сен баққан малдың дәмін көрсін. Мен қазір қуырдақ пісіремін. Аға, 1-2-ін маған беріңіз», деп Қалкенге қарап еді ол. «Өмірімде бірінші рет қоян сойып сөзге қалдым. Бұл қоян жарықтықтың етін де жеп көрмеппін», деп риясыз күлген болды. «Кім жеп көріпті дейсің? Мен де сен сияқтымын. Қоянның қасабы Қапаш көрінеді ғой», дедім. «О, өзіміз талай қоянның басына су құйғанбыз», деп Қапаш өзінше риза болып қалды. «Біз интернатта жүргенде қоянның етін көп жейтінбіз. Еті тауықтың етіндей», деп Заттыбек үлкендердің сөзіне қосылды. «Терісі бүлінген шығар, еті таза ғой, таңсығас қой. Сіздер моншаға кіріп шыққанша мен қуырдақ дайындап қояйын», деп 2 қоянды алып үйіне беттеді. Ешкім оған әуре болмай-ақ қой деп айтпады.
Моншадан теріміз бұрқырап шықсақ қуырдақ дайын екен. Иісі танау қытықтайтын таңсық астығын қарбытып асап отырмыз. Осылайша өмірімізде бірінші рет қоян етін жеп мәз болдық. Көзім қалдығызға түсіп кетіп еді. Оның көзі жасаурап, жәудіреп, ұлына сүйсіне қарап отыр екен. Көзіндегі қуаныш жас екенін түсіндім.